құрметті ютуберлер және ютубтан ақша табуға қызығып курс сатып алып жатқан жандарға арналатын видео. Қазірде ютубтан курс сатқыш алаяқтар өте көп қаптап кетті, яғни инфо-цыгандар десе де бола береді. Мысалға, ютубтан курс сататын адамдарды қалай түсінеміз? Мысалы, мен өзім ютуб арқылы айына 1 миллион, 2 миллион немесе одан да көп 10 миллионға дейін табыс табамын дейік. Оны мысалға айтып жатырмын. Енді адамдардың көбісі былай істейді. Мысалы, ютубтан осынша пәленбай миллион тауып жатырмын деп статистиканы көрсетеді, үйтеді, бүйтеді. Сонымен бүткіл ютубтан ақша табуға сізді қызықтырады. Соңында барып, сізден какой-то бір 100-200 мың теңге қалтаңыздағы ақшаға қарап, курс сатам, стандарт, жеңілдік, анау осыны үйренгің келсе, маған тіркел, менен курс сатып ал деген сияқты өзінің курстарын сізге тықылай бастайды. Енді сол курсты сатып алмау үшін ең әуелі не нәрсені білу керек. Және бұл жерде ең басты мақсат курс сатып алған стоит па, әлде не стоит па, сол нәрсені анықтап алу керек болады. Мысалы, ютубта көп миллиондаған просмотр жинаудың құпия тектері, сосын миллиондаған просмотрға алып баратын нишалар деген ол әңгіменің барлығы жай ғана құр сөзден басқа ештеңе емес. Мысалы, мен бір видео салдым, ол видео бірден атып кетуі мүмкін, яғни просмотр бірден көбейіп кетуі мүмкін, немесе бір видео саламын, ол мүлде просмотр жинамастан 1 жылдың ішінде 1-2 просмотр жинауы да мүмкін. Дәл сол секілді ютубта сіздің салған видеоңыз мынау 4 нәрсеге байланысты болады. Бұл жерде жалпылама YouTube осы нәрсені анықтайды. Яғни курс сатып алсам біреуден, сосын ютубта миллионға апаратын құпия тектер дейді, сол тектерді жазып қойсам, менің бүткіл салған әрбір видеома миллиондаған просмотр алып келеді деген, оның бәрі босқа өтірік сөздер. Сіздер бұл адамдардың курсын сатып алмаңыздар. Менде жақында осы арнама ютубты нөлден бастау жайлы сабақ салатын боламын. Сіздер сол сабақты мұқият нөлден бастап көріп шығыңыздар. Адамдар ақшаға сатып сіздердің қалталарыңызды тонап жүрген болса, ал мен сол ақпараттың барлығын сіздерге тегін ақ беремін. Дәл сол сабақтарды көріп, арнаға тіркеліп, достарыңызға таратсаңыздар, осы ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ал енді біз ютубтан миллиондаған просмотрға алып бару үшін не істеуіміз керек? Бірінші орында каналды дұрыс ашамыз, екінші орында каналдың атын дұрыстап жазамыз, үшінші орында каналдың, яғни оформлениясын жасаймыз, баннер қоямыз, сосын ол жерде картинка, логотип дейді, сол секілді ключевой тектер қоямыз. Сол секілді каналды жай ғана Google аккаунт ашамыз, сосын ютубқа кіріп, создать канал деп, соны жай ғана істеуге болады. Мен жалпы өзім YouTube жайлы 1 жылдық тәжірибем бар. Негізі курс сатып алып, үйренгенге қарағанда өзім YouTube'тан ізденіп, әртүрлі видеоларды көріп, әртүрлі тегін консультация сабақтарды көріп, іздеген тәжірибем өте көп болды. Яғни біреудің курсын сатып алып, ондағы ақпаратқа қарағанда YouTube'та өзіңіз былай ізденген ақпаратыңыз өте көп болады. Қазір керек болса ChatGPT арқылы көптеген YouTube'қа қатысты сұрақтарды қойып, өзіңізге керек жауапты алсаңыздар болады. Қазір заман дамыған. Ал енді мен YouTube'қа видеоны жүктеймін. Бірінші орында ол жүктеп жатқан видеом біреудің видеосы болмау керек. Яғни біреу салған видеоны мен скачать етіп алып, сосын мен де салсам, мен де дәл солай миллиондаған просмотр жинаймын деген түсінік өте қате болып есептеледі. Бұл сіздің арнаңызды минусқа кетіретін нәрсе. Яғни просмотр жинаған жағдайда да сізге жалоба келіп тұрады. Сіз ол жалобадан құтылу үшін либо видеоңызды удалить етесіз, немесе автормен келісесіз. Бірақ көпшілік орында авторлар өзінің авторский правасын сізге беру деген темаға келісе бермейді. Ал енді мен видео салдым. Бірінші орында видео салудың да өзі орны бар. Кез келген уақытта сала бермейсіз видеоны. Оны белгіленген бір аудиторияға өзіңіздің YouTube'тың творческий студияны ашасыз. Сол жерде аналитика бөлімінде дәл сол салған видеоңыздың көрілу уақыты, адамдар қай уақытта сіздің видеоңызды көп қарайды, сол статистикаға бағыну арқылы видеоны сол уақытта салып отырсаңыз болады. Ал енді видео салдық, кетті. Екінші орында видеоның названиясы, яғни видеоның заголовкасын дұрыстап толтыру, яғни видеоның аты өте қысқа да болмау керек, өте ұзын да болмау керек, өте қысқа да нұсқа
бір сөз жазу керек. Яғни адамдардың назарын бір оқыған кезде өзіне қарататындай қылып бір сөз жазып, өзіңіздің видеоңызға адамдардың назарын солай тартасыздар. Екінші, сіз салған видеода музыка, яғни фоновой музыка болсын, жалпы қандай музыка болса да, ол авторский право болмау керек. Яғни біреудің музыкасын скачать етіп, өзіңіздің видеоңызға сол біреудің музыкасын салуға болмайды. Мысалға, YouTube'та өзінің фонотека бөлімінде авторский право сұрамайтын, без авторских прав музыкалар өте толып жатыр, сол музыкаларды қолдануға болады. Мінекей біздің видеомыз дайын, название дайын, содан кейін болады. Яғни мысалы мен бір видео салам, яғни машиналар, Қытайдың көліктері немесе немістің көліктері, мысалы көліктер жайлы видео салатын болсам, немістің көліктері мен Қытайдың көліктерінің айырмашылығы деп жазып қоямын. Кішкене ғана. Бұл жерде видеоның названиясы өте қысқа әрі нұсқа болып тұр. Сосын мен описание бөліміне кіріп, яғни түсіндірем. Бұл жерде, сәлем достар, бұл жерде мен Қытай және неміс көліктерінің айырмашылығы жайлы толықтай түсіндіріп беретін боламын. Сіздер егер осындай көлік сатып алсаңыздар, мынандай нәрсе болады. Ал Қытайдың көлігін сатып алсаңыздар, мынандай минус бар, мынандай плюсы бар, немесе немістің көлігін сатып алсаңыз, мынандай плюсы бар, мынандай минусы бар деген сияқты кішігірім түсіндірме жазамын, және ол жерге хэштегтерді қоямын. Яғни решетка қоясыз, сосын көліктер. Бұл жайлы да сайттар бар. Сізге керекті тегтерді өзі жинап тауып беретін Прозавр деген сайт бар. Сол сайтқа кіріп те өзіңізге керекті хэштегтердің барлығын, қазір адамдар қолданыста жүрген хэштегтерді көшіріп алып, өзіңіздің описание бөліміңізге сап қойсаңыз болады. Сосын видеоның описаниясы жазылды, сосын барып тег жазамыз. Тег жазатқанда өте мұқият болыңыздар. Бұл жерде сіз каналыңыз жаңа болса, сіз жаңадан өз ойыңызбен тег жазсаңыз, сіздің видеоңыз көп просмотр жинап кетуі әлде қайда төмен процентті көрсетеді. Яғни сіз салған кезде өте қазір қолданыста жүрген тегтерді пайдалануыңыз керек болады. Яғни Қытай көліктері, неміс көліктері, немесе су жаңа көліктер деген сияқты тегтерді жазсаңыз, сіздің қолданыстағы тегтерді жазу арқылы сіздің видеоңыз рекомендацияға тез шығатын болады. Ал бұл жерде тегті жаздық, сосын төмендегі настройкаларды өзіңіз қалағанша тоғырлауыңыз мүмкін. Яғни қазақ тілі, субтитр алып тастау, олар онша маңызды емес. Сосын барып, сіздің видеоңыздың ең бастысы превью. Яғни превью деген сіздің видеоңыздың обложкасы болып есептеледі. Оның размерін Google-дан кірсеңіз немесе ChatGPT-ден жазып іздесеңіз, барлығы түсінікті көрсетілген. Бұл жерде сіз видеоға обложка салатын кезде оның обложкасы өте яркий цвет болу керек. Яғни адамның бір қараған кезде назарын тез аударатындай сурет болу керек. Дәл сондай суретті фотошоппен немесе жай ғана ChatGPT-ге промпт жазу арқылы істеуіңізге болады. Мен кейінгі сабақтарда көрсетемін. ChatGPT-ге жай ғана бір промпт жазу арқылы бір кез келген видеоға обложка жасау жайлы да видео түсіретін боламын. Менің арнамдағы видеоларды көруді жалғастыра беріңіздер. Сосын бізде видео салынды, название, описаниялары, тегтері өте дұрысталды. Ешқандай ұрланбаған видео, ұрланбаған музыка, тек өзіміздің таза качество. Сосын барып, бұл жерде превью. Сосын барып біз видеомызды жүктейміз, сосын нәтижені көреміз. Бұл жерде мен миллиондаған просмотр жинап кетемін деп бірден үміттеніп отыру, ол өте қате нәрсе. Кез келген нәрсе жаймен жай болады. Ал мысалы сіз өте бір қызықты видеоны салатын болсаңыз, ол енді адамдардың көруіне байланысты. Бұл жерде енді ең маңыздысы видеоны монтаж етіп жасауда. Біз жаңа видеоны салдық, сурет қойдық, название, хэштег бәрін істедік, бірақ бұл жерде проблема видеомызда болса, ол да өте үлкен қате болуы мүмкін. Біз салған видео адамдардың назарын тартатын болу керек. Яғни адамдар видеоңызды көрген кезде, ол видеоңыз атмосферасына сай музыка, текстер, переходтар, эффектілермен тұру керек. Яғни сіз салған видео адамдарды зеріктіретін болса, например, сіз бір видео салдыңыз, бастапқысында салған видеоңызды адамдар зерігіп 10 секундтан асық көрместен шығып кететін болса, бұл сіздің видеоңызды просмотрын өте төмендетіп жібереді. Яғни сіз салған видео адамдардың назарын үзбеу керек. Яғни әрбір секундта сіз салған видеоның монтажы өте үлкен рөл ойнайды. Мысалы сіз видео монтаж жасауды білмейтін болсаңыз, менің арнамда бүткіл видео монтажға арналған сабақтар бар. Сол сабақтарды нөлден бастап көруіңізге болады. Яғни CapCut деген бағдарламаның ПК версиясы және де мобильді версиясы жайлы да сабақтарды істеп қойған болатынмын. Сол жерге кіріп, өздеріңіз қалаған сабақтарды нөлден бастап көріп үйренулеріңізге болады. Яғни бұл жерде видео монтаж істеп жатқан кезде өте мұқият болатын
салатын нәрсе, адамдарды зеріктіріп жіберетін нәрселерді салмау керек. Адамдардың назарын тартатын, сондай назарын, яғни 1 секундқа болса да алыстатпайтындай қылып, өте қызықты етіп жасау керек. Енді ол видеоны қайтып істеу, ол сіздің идеяңызға, фантазияңызға байланысты болады. Ал енді біз видеоны жалпы түсіндік. ютубқа видео жүктеп миллион просмотрға апару үшін не істеу керек? Бірінші орында видеоны монтаж жасап жатқан кезде оған өте мұқият мән беріп, адамдарды зеріктірмейтін қылып монтаж істеп, қызықты етіп шығару керек. Сосын оған салынған видео, музыка, біреудің ұрланған видеолары, музыкалары болмау керек. Енді бұны жасадық. Сосын барып видеоны жүктеген кезде қай уақытта жүктеу керек, название, описание, сосын ең маңыздысы обложка дұрыс жасау керек. Яғни ютубта видео салып миллион просмотрға апаратын жалпы құпиялар тек осы нәрселер ғана. Бұдан артық сіз ешқандай құпия бір нәрсе тауып алып, сосын бірден миллионер болып кетемін деген қате түсініктерге бармауларыңыз керек. Ал енді курс сатқыш алаяқтарға келетін болсақ, олар не үшін курс сатады деп ойлайсыз? Мысалы, мен айына 10 миллион табамын, 20 миллион, керек болса американский ютубтан 30-40 миллионға дейін ақша табамын, бірақ адамдардың қалтасындағы 100 мың, 200 мың теңге ақшасына қарап курс сатамын деп, адамдардың назарын өзіме қаратып, курс сатып, солай істеген дұрыс па, әлде үндемей өзім сол ютубтан жақсы табыс тауып жүргенім дұрыс па? Осы сұрақты өзіңізге қойып көріңіз. Курс сатқыштардың көбісі осылай схеманы жасайды, яғни осындай миллиондаған просмотр жинадым, анау-мынау дейді, сосын адамдардың назарын өздеріне қаратады, сосын қалтасындағы берген арзымайтын ақшасына байып алады. Бұл өте логикаға салсаңыз тез түсініп аласыздар. Бұның барлығы инфо-цыгандар, оларға алданбаңыздар. Менің YouTube арнамда әлі YouTube-ты нөлден бастау жайлы сабақтар шығады, соны көріп өтсеңіздер болады. Жалпы ютубтың ондай ешқандай қиындығы жоқ. Үйренем деген адам желание болса, оны тез алып кетуге болады. Мысалы, курс сатқыштар сол сіздің берген ақшаңызбен байып жатыр ма, немесе ютубтан ақша тауып байып жатыр ма деген екі ой келген кезде, бұл жерде автоматты түрде сізге сатқан курсына байып жатқан жайлы былай есептеуге де болады. Мысалы, ойлап көріңіз, бір адамға курс сатамын, яғни ең арзан сумма. Бір адамға мысалы мен курс сатамын, 120 мың теңге YouTube курс деп қоям, 6 ай доступ деп қоям, кураторлар сөйлеседі, ютубты үйретеді, туда-суда деген сияқты нәрселермен адамдардың миын айнытып, солайша мен олардан 120 мың теңге жасаймын. Яғни бір адамнан 120 мың теңге табатын болсам, 10 адамнан 1 миллион 200, ал 100 адамға курс сататын болсам, 12 миллион теңге шығатын болады. Яғни өзіңіз калькуляторға салып есептеп көрсеңіз, бұл жерде логикаға өте тура келіп жатыр. Мысалы, мен айына 10 миллион тауып жатырмын дейтін болсам, ол дегені мен бір айдың ішінде 100 адамға курс сатып, ақша тауып жатырмын деген сөз болып шығады. Дәл сол сияқты ол курс сатқыш алаяқтар тек қана сіздің қалтаңыздағы ақшаны алып, соның артында баюды ғана ойлайды. Олар инфо-цыгандар деп аталады. Инфо-цыган деген жай ғана интернеттегі дайын информацияны үйретіп ақша табуды ғана мақсат етеді. Дәл сол секілді курс сатқыш алаяқтардан алданбаңыздар. Мен осыдан 2-3 жыл алдын 60 мың теңгеге курс сатып алғанмын ютубтан. Ол жерде ешқандай адамды таң қалдыратындай, бір жерден қазып табатындай бір жаңалық жоқ. Ол жерде жай ғана каналды нөлден бастап ашу, баннер, сосын оформлениясын дұрыстап жасау, сосын видео жүктеу, видеоны монтаж ету, сосын нишаларды зерттеу деген жайлы сондай сабақтар болатын. Ол жерде дәл сол сабақтарды көріп, мен видео салып түсіріп бастаған болатын, бірақ мен ол курсқа қараған кезде өзім былай ізденіп, әртүрлі видеоларды көру арқылы жинаған тәжірибем өте үлкен болды. Яғни мен қалаған деңгейдегі видео сабақты олар түсіндіре алған жоқ. Олардың видео сабақтарында ондай түсіндіретіндей дәрежеде жоқ. Яғни жай ғана сізге қолыңыздағы тұрған нәрсені, мысалға қолыңызда қалам болса, қаламды былай ұстайсың, былай жазасың деген сияқты солай ғана үйретеді, одан артық нәрсені үйретпейді. Курс сататындардың көбісі солай. Ал енді американский ютубтан ақша тапқыш алаяқтарға келетін болсақ, олар американский ютубтан жай ғана мына нәрсені пайдаланып сізге курс сатады. Яғни сенің каналың ағылшынша болу керек, видеолар ағылшынша болу керек, сосын оны Қазақстаннан ешкім көрмеу керек деген сияқты сондай нәрселермен сізді алдап өзінің курсын сатады. Ол жерде мынандай құпиялар бар. Ол қарап отырсаңыз құпия деуге де тура келмейді. Ол жай ғана көшіру, қою, яғни копи-паст. Американский ютубтан ақша табу бұл копи-паст болып есептеледі. Яғни сіз
бір нишаны таңдайсыз, сосын сол нишадағы адамның миллиондаған просмотр жинап жатқан адамды табасыз, сосын дәл соның видеоларына ұқсатып видео қоясыз, сосын сол адамның видеосының названиясын, тегтерін, барлығын сол жерден ұрлап алып өзіңіздің каналыңызға қоясыз белгіленген уақытта, және авторский право келе ме келмей ме соның видео немесе музыкалардың сол авторский праволарын тексеріп аласыз, сосын видеоңызды қоясыз. Мінекей жай ғана копи-паст көшіру қою дәл сол сияқты амалдарды істеу арқылы сіз ютубтан миллиондаған просмотр жинауыңыз мүмкін немесе мүмкін емес. Бұл сіздің ары қарай бағыңызға байланысты. Сіз салған видеолар адамдарға ұнап жатыр ма, ұнамай жатыр ма, дәл сол нәрсені білуде. Яғни сөздің қысқасы, миллиондаған ақша тауып жатқан ютуберлер өздеріне бостан босқа ауадан конкурент жасап не істейді олар? Оларға сол нәрсе керек па деген сұрақты қойсаңыз, әрине жоқ, керек емес деген жауап шығып келеді. Дәл сол сияқты сізде миллиондаған просмотр жинап, миллиондаған ақша тауып жатқан каналыңызбен біреуге курс сатып, өзіңізге үлкен конкурент жасап алуды қаламайсыз. Ал қараңыздар достар, мен қазір мақта бір видеоның мысалға просмотрын миллионға жеткізіп қоя саламын. Осы жерде мына бірінші тұрған видео бар екен, 12 просмотр деп тұр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мінекей мен дәл осыны қазір 1 миллион просмотр еткізіп өзгертіп беремін. Бұл курс сатқыш алаяқтардың пайдаланатын схемасы болып та есептеледі. Енді барлығы олай пайдаланбайды, бірақ арасында сондайлар бар. Мысалы мына көріп тұрсыздар, үстінен басамыз, посмотреть код дегенді басамыз. Сосын мына жерден мындай HTML кодтар шығады. Дәл осы мінекей көріп тұрған болсаңыз, үстінен басып edit дейміз да. Мінекей мына жерде 12 просмотр деп жазылып тұр. Осыны көріп отырсыздар, иә? Мінекей көріп тұрған болсаңыздар, мына жақта 12 просмотрдың үстінен басамын. Сосын мишканың оң жағын басып, editті басамыз да. Мына жерде 12 дегенді, мысалы 1 миллион малана деп жазып Enter'ді басамын. Неге? Жазып қойдым, енді X'ті басамын. Қараңыздар. Неге? 1 миллион просмотр деп болған. 1 миллион просмотр. Мына бір видеоның өзі, міне менде 1 миллион просмотр жинады. Мінекей деп осылай көрсету мүмкін де ше, міне. Бұл былай листат етсеңізде 1 миллион бойынша болып тұра береді, ал негізінде бұл 1 миллион емес. Дәл сол сияқты мына видеолардың әрқайсысына осылайша үстінен басып, посмотреть код деп басып, сосын мына жерде үстінен басып, мына 152 просмотрды edit деп, мына жерде мына 152-ні өзгертіп, осылай миллиондап қоюына болады, короче. Осылай істеп, көпшілік адамдарды алдап ақшасын алып күн көріп отқан алаяқтар өте көп, солардан сақ болыңыздар. Ал енді бұл жерде қорыта кететін болсақ, ютубтан курс сатып ақша тауып жатқан, олар тек қана халықтың қалтасындағы ақшамен байып жатқандар болып есептеледі көбісі. Енді бұл жерде барлығын айтпаймын, себебі 100% адамдар мынандай деп айту дұрыс емес, бірақ көпшілігі сондай істеп жатыр. Алаяқтықтың артында сізге курс сатады, сосын артынан ақша тауып, миллиондаған ақша таптым деп жария қылып, өтірік сізге курс сату арқылы ғана баюдан басқа ештеңені білмей жатыр. Дәл сол секілді достар, біреуден курс сатып алмаңыздар. Одан курс сатып алғанша мендегі тегін видеоларды тамашалап, сол жерден үйреніп істеулеріңізге болады. Немесе білмеген сұрақтарыңызды описание бөлімінде номерімді қалдырамын, сол жерде Instagram парақшаларымды қалдырамын, сол жерге кіріп өздеріңіз білмеген сұрақтарыңызды қою арқылы YouTube-ты нөлден бастап үйренсеңіздер болады. Ал ендеше сау саламат аман болыңыздар достар. Сіздермен келесі кездескенше